18-ге жаңа толған кезім. Өзім бұрындары жігітпен көп сөйлестім. Тіпті білініп те үлгердім. Оны ата-анам білмейді. Ешқандай бала болмады. Неге екенін білмеймін. Әйтпесе, бір жыл бойы жігітіммен қаншама рет қосылдым. Кейін ол жігітім бөле сіңіліме көзі түсіп, соған тисе бастады. Ол сіңілімді де бүлдіріп басын айналдырмасын деп, сіңілімді одан алшақ ұстадым. Бірақ сонда да олар көп сөйлесті. Бірақ жолықпады. Оған сенімдімін. Себебі бөлем екеуміздің үйіміздің арасы 1 сағаттық жер. Бұл ауданда бізден басқа туыстары жоқ. Ал келген кезде көшеге тек менімен шығасын деп қорғағандай болып жүрдім. Иә, солай зулап уақыт өте берді. Бірақ ол жігітпен арамыз суып, сөйлеспей кеттік. 18 жастан асар шақта тағы да бір отбасылы кісімен таныстым. Жасы 30-дан асқан. Тіпті қымсынбадым да. Анама көшеге жүріп қайтамын деп, сол кісінің машинасына отырып, білгенімізді істейтінбіз. Ол маған қаржылай көмектесіп тұрды. Сол үшін одан айырылысып кету ойымда болмады. Оқуды бітіріп, универге түсейін десем, ұбт-ның балы жетпей, колледжге түстім. Қалаға барып, квартираға орналастым. Бірақ оқуға көп бармадым. Менікі тек қаңғырып жүріп тұру болды. Ешқандай туысыма білдіртпеуге тырысып жүрдім. Маткам қатты ауырып, маза бермеді. Гинекологқа тексерілуге бата алмадым. Барлығын біліп қояды деп қорықтым. Оның үстіне тұрмыс құрмаған қызбын. Бұндай іс-әрекетімді тоқтатуға тырысып жүрдім. Бірақ тоқтата алар емеспін. Ессіз ләззаттың 5 минуттық рахатының кесірінен бүкіл өмірімнің быт-шыты шығып жатқанын байқап та жүрген жоқ едім. Жастықтың буы. Ақыры алаңдап жүріп, дәрігерге көрінбедім. Қорықтым. Жеңіл жүрісім көбейген мені оқудағы апайым біліп, дереу деканға айтып, мені оқудан шығарып жіберді. Олар ата-анама айтамын деп, мен жылап, өтінген кейіппен жалынып, қалғандарына ақшаларын беріп, ақыры құтылдым. Содан үйдегілерді оқудамын деп алдап, осы қаладан бір жағдайы жақсы жігіт тауып, онымен де әуес болдым. Жігіттермен көп сөйлеспедім. Әрқайсысымен аттап-аттап өтіп, керекті ақшамды алған соң тайып тұрамын. Бір күндері пәтер иесі үйге неше түрлі еркек әкеліп жүргенімді, мен жайлы сыбысты естіген бе, бірден заттарымды лақтырып шығарып жіберді. Одан ата-анама хабарласуға мәжбүр болдым. Себебі жатырымның ауруы күшейе берді. Ата-анама оқу орны жабылып, ауысу үшін жаңа оқу орнына біраз уақыт керек деп өтірік айттым. Содан үйге келдім. Біраз уақыт үйде болдым. Екі бүктеліп ауырып жатқан мені көрген анам қатты уайымдап, дәрігерге барайық деп қанша шырылдады. Бірақ мен қаламадым. Себебі дәрігерге барсам, анам мен жайлы барлығын біліп, жұртқа мазақ боламыз деп қатты қобалжиды. Анам мені көндіріп, ауылдық ауруханаға барды. Амал жоқ, тексерілдім. Гинекологтың маған қараған өткір көздерінен мен туралы бәрін біліп тұрғанын түсіндім. Тыпыршып, шарасыз күйде не істерімді білмей, анама бір қарап, дәрігерге бір қарап, қыз емес екенімді айтып қояма деген үреймен тұрмын. Қызыңызда эрозия деп бастады гинеколог. Жүрегімнің соғуы жиілей түсті. Бірақ артық ештеңе айтпады. Мына свечаны салсын, мына дәріні ішсін, мына уколдарды салдырсын деп, ақ параққа біраз тізім жазып берді. Болды, барыңыздар деді. Мен оған рахмет дегендей бір қарап, анам екеуміз шығып кеттік. Анам болса, сонша дәрі-дәрмек жазып беретіндей не болды? Неге мұнша жазған? Сонша қалай суықтап жүрсің деп, біраз ұрсып та алды. Содан үйде жатып, 3 ай бойы емделдім. Анам орнымнан тұрғызбай біраз қарады. Ол үшін мен қиналдым. Ауыртпалықтың бәрін анам арқалап жүрді. Ішімнен қатты қысылдым. Себебі менің жіберген қателіктерім үшін анам қиналып жатқандай. Қаншама ақшалары кетті. Өз-өзімді жеумен күндерім өтіп жатты. Жасым 19-ға таяп қалды. Мен болсам құр жатқаннан түк шықпайтынын біліп, Алматыға жұмыс іздеп шығамын деп, ата-анама ескерттім. Басында қарсы болды. Бірақ үйдің ең үлкені мен, анам жұмыссыз. Әкемнің бір айлығына қарап отырғаннан ештеңе шықпайды. 3 інім, сіңілім өсіп келеді деп, анама түсіндіріп айттым. Ертесіне киім-кешегімді реттеп, Алматының автобусына мініп кеттім. Алла тағала жолымды ашып, жаңа өзгерістермен, жаңа қалада мені қарсы ал деп, өзімді дайындай бастадым. Таңертең мінгеннен кешке түсіп, дереу пәтер іздей бастадым.
Әкемнің жұмыс тапқанша деп берген 100 мың теңгесіне 2 қызбен бірігіп, бір бөлмелі пәтер жалдадық. Алматыда ешқандай туысқаным жоқ. Жұмыс іздеп сандалып, 2 аптадай жүрдім. Сонында бір мейрамханаға жұмысқа тұрдым. Бұл жақта той болса, даяшыларға жақсы ақша береді екен. Ауылдағыдан жақсырақ. Содан түні бойы тойда даяшы болып, күндіз келіп, ұйқының планын орындайтынмын. Қанша уақыт өткенін, әйтеуір біраз ақша жинап, ішіп жеуіме де, пәтер ақыға да, ата-анама да қарасып жүрдім. Анам бір күндері сағындық, келіп кет деген соң, ойланбастан бірден жолға шықтым. Автобусқа отырып, жайғасып, құлаққапты құлаққа салып, мұнда әуендер тыңдап келемін. Жеткенше біраз жол. Алдағы өмірім не болар екен деп ойланып келемін. Күтпеген жерден біреу алып қашып кетсе не істеймін? Өмірімде өшпес дақ бар ғой. Ата-анамды зар қақсатып, ұятқа қалдырып жүрмесем болғаны. Жоқ, ондай жағдай болса, бірден кетіп қаламын. Тұрмысқа мүлдем шықпаймын. Иә, тұрмысқа шықпаймын. Ең дұрыс шешімі осы. Ауылға да жеттік. Түсіп бауырларыма тәттілер алып, қуанып үйге қарай жол тарттым. Олар мені күтіп қуанып отырған болар. Ойлағанымша болмады. Бір машина жүйткіп келіп, тоқтады да, малды салып алғандай мені көліктің артына салып алды. Айқайлап жылаумен болдым. Қатты қорықтым. Бұл ойды неге бүгін ойладым екен? Қарғыс атқыр, неге мен? Неге мені алып қаштыңдар? Басқа қыз құрып қалды ма? Машинамен жүйткіп, ауылдан ары, 2 ауылдан асып, бір үйге кіріп келді. Адамдар топырлап жиналып алған. Әйелдер шашу шашып, үлкен қарт кісі орамал жауып жатыр. Қарсыласып машинадан түспей, қатты қорқып қалдым. Үйдегілерге кешірім сұрайтын адамдар жіберді. Мен отырмын жылап. Жігітті тіптен танымаймын. Біраз уақыттан соң қырғын болып, ұятты жағдайға қалатыныма сенімді болып отырмын. Себебі ауылдан алыс емес. Ауылда жүрген жігіттерден бірі болмаса бірінен мен туралы еститіні анық. Анам мен әкем келіп, мені алып кетсе екен деп, Құдайдан тілеп отырдым. Анам мен әкем келді. Анам жылап мені құшақтап алды. Мен де жылап ентігімді баса алмай, анашым, кетемін, қалмаймын дей бердім. Алып кетеміз, қорықпа деп, мені сабырға шақырып жатыр. Кенет біздің сыртымыздан бақылап тұрған әкем, қаласың деді, қатқыл үнмен. Жүзінде ашу. Жәутеңдеген жанарыммен әкеме қарап, үнсіз ғана жылай бердім. Ішім алай-дүлей. Әкемнің бұл ісіне қатты өкпеледім. Анам да әкеме қарап, ашумен неше түрлі әңгімелер айтып жатыр. Ішім алай-дүлей боран болып жатқан менің айтарға сөзім болмады. Әкеме, неге олай еттіңіз дедім. Әкем, бізді жерге қаратып, әр жерде жүргенше, біреудің үйінде отыр, алып қашқаны дұрыс болды. Енді ұятқа қалмаймыз. Одан соң үйреніп кетесің деді. Анам да, мен де таң қалып қалдық. Менің ішкі түйсігім барлығын түсініп үлгерді. Ал анам байғұс ештеңе түсінбей, маған бір, әкеме бір қарап, жанары жасқа толды. Сөйтсем, әкемнің құлағына бәрі жеткен екен. Бұлай мүлдем ойламадым. Анам мен әкем кетіп қалды. Енді не істеймін деп, сондарынан қарап қалдым. Ертеңгі күнім не болар екен деп, қаншама нәрсе ойлап шықтым. Қорыққаным сонша, аяқ қолым дірілдеп, шошып жатырмын. Ұйықтамай шықтым. Күнде, түнде өте шықты. Беташарға дайындық болып жатыр. Не істесем екен? Қашып кетейін бе деген ойлар да келді. Әр нәрсені ойлап, миымда шимай шатақ болып жатқанда, мені беташарға дайындап, әйел кісілер келіп, киімімді ауыстырып, ақ орамал жауып жатты. Сәл уақыттан соң келін боламын. Бірақ келін деген атқа лайықты бола аламын ба? Әйелім деп айтуға лайықты адам бола аламын ба? Беташарымда, пәк күйімде, өз-өзіме сенімді күйде шыққанымда ғой. Жас күнімдегі қателіктер осынша қиындық алып келеді деп ойламадым. Беташар болып жатты. Мен 2 жақтағы жеңгенің жанында сәлем салып тұрдым. Сонында бетімді ашып, енем мен күйеуімді алғаш рет көрдім. Беттеріне қарауға ұялып, қолдарым дірілдеп кетті. Қатты қобалжыдым. Бір жақтағы жеңге, қобалжыма, ондай болады, өзіңді ұста деді. Енем маңдайымнан сүйіп, құшағына қысты. Жүзі жылы, мейірімді көрінді. Беташар бітіп, көйлек орамалымды тағып, тірлікке кірісіп кеттім. Түн болмай-ақ қойса ғой деп, болмайтын нәрсені қиялдап, әйтеуір әрі-бері жүрмін.
Барлығы біткен соң бір жеңге төсек салып берді. Аппақ ақ жайма жайып, ақ көрпемен аппақ жастықтар қойып қойды. Мен шыдамай сыртқа шығып кеттім. Күйеуім үйде мені күтіп отырды. Ұйықтағанда бірақ кіремін деп ойладым. Жайлап кіргенімде қимылдамай жатқан оның жанына жайлап жатып қалдым. Бірақ ол ұйықтамапты. Көптен күткенде ұйықтап жатады дейсің бе деп, қанша қаламасам да күштеді. Қатты жыладым. Ол әрине бәрін білді. Жарықты жағып қойды да тапжылмай отырды. Ұялып не істерімді білмей, бар қолымнан келгені жылау. Не ойлап отыр екен деп сөйлейін десем бата алмай, ол маған жауап қатқанша мен де отыра бердім. Бір уақытта жарықты өшірді де жатып қалды. Мен де жатып қалдым. Ертесіне ертемен тұрып тірлікке кірістім. Ата-енем маған қарап мәз. Келін алғандарына қуанышты. Кел, отыр, бізбен бірге шәй іш деп, тірлік істеп жүрген жерімнен отырғызып қойды. Сонан соң кешегі төсек салып берген жеңгеміз келді. Барып бөлмеге кіріп кетті. Күйеуім әлі ұйықтап жатқан. Бір уақытта шықты да, таза нәрсе келмепті. Тазасын алу керек еді. Басқасын таңдау керек еді деді. Екі бетім қып-қызыл болып тыпыршып кеттім. Атам мен енем отырса да сондай әңгіме айтты. Жеңгеміз соны айтты да кете барды. Енем нан ауыз ти десе де, керек емес, маған берген ақшаларыңыз таза емес болатын болды деп кетіп қалды. Осы күннен бастап тозақтың ішіне кіргендей болдым. Барлығы да отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып, атам да, енем де қыз болмай келгенімді бетіме басып, есесіне аямай тірлік істейсің деп, барлығын менің мойныма артып қойды. Амалсыздан жасап, айтқандарын жасауға тырыстым. Барлығынан бұрын күйеуім келемеждеп, мазақ қылып сөйлеп, жанды жеріме көп тиіп жүрді. Сол бір неке түнінен кейін мүлдем жаныма жақындаған емес. Мұншалықты таяз адамдар екенін білмедім. Шыдамның да шегі бар. Ақырында қашып кетуге бел будым. Үйге барсам, әкем бәрібір кіргізбейді. Алматыға кетіп қалуым керек дедім. Тұрмысқа шыққаныма 2 ай енді ғана болды. ЗАГСке де тұрмадық. Оның болмағаны да жақсы. Түннің ортасында, бәрі ұйықтап жатқанда, киім-кешегімді алып тайып тұрдым. Ешкім байқамаған шығар деп, вокзал жаққа түнеп, Алматыға жүретін ең бірінші автобуспен жүріп кеттім. Алматыға барып, пәтердегі қыздармен қайта тұрдым. Мені келеді деп күтіп, жандарына қыз алмапты. Оларға тұрмысқа шығып, қашып келгенімді айтпадым. Жақсы демалып келдім бе? Ата-анаммен жолығып, сағынышым басылған шығар деп жатты. Оларға иә деп, өтірік жымиып, алдындағыдай ресторанда даяшы болдым. Менің кеткенімді барлығы білетін шығар дедім. Себебі телефоныма қаншама белгісіз нөмірлер хабарласып тастады. Тұтқаны көтермедім. Жұмыс істеп, пәтерге барып келіп жүре бердім. Барынша ештеңе ойламауға тырыстым. Бір күні әкем телефон шалды. Басында алуға бата алмай тұрдым. Бірақ кейін жауап бердім. Не үшін қашып кеткенімді, неге хабарсыз жоқ болып жүргенімді сұрап, жерден алып жерге салды. Мен де тыныш тұра алмадым. Не істегендерін, адам құрлы көрмегендерін, күйеуімнің әйелі секілді көрмейтінін, бәрін көзіме жас толып, кеудеме өксік толып, әкеме айтып бердім. Әкем жан айқайымды түсініп, жылама қызым, сенің қиналғаныңды көру, маған оңай деймісің деп, сөзбен жұбатып әлек. Жұмыстан қайтып келе жатқанмен, көшенің қақ ортасына отырып, әбден жыладым. Ішімдегінің бәрі сыртқа шыққанша жылай бердім. Әкем мені жұбатып, ол үйдегілер енді келмей-ақ қойсын, басқа келін аламыз деді. Сондықтан саған бір нәрсе айтайын. Менің жақын досым бар. Оның ұлы әлі үйленбеген. Жасы сенен үлкен, бірақ өте жақсы отбасы. Мен олармен сөйлестім. Барлығына түсіністікпен қараймыз деді. Сондықтан сол жігітпен танысып сөйлесіп көр, мүмкін бағын ашылар деді. Әкемнің сөзіне ойланбастан келістім. Ол жігітпен сөйлесіп, біраз жолығып, бір-бірімізді ұнатып, одан соң үйленуге шешім қабылдадық. Көп ұзамай ақ келін атанып, өмірім енді жақсарар деп, алдыға үлкен үмітпен қадам бастым. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Кейде ұрысып қаламыз, кейде жақсы жүреміз. Бірақ оның түнгі ләззаты тым дөрекі. Миға қонбайтын нәрселерді жасатып, көп қинайтын. Еркекті ұстап тұратын осы ғой деп шыдап жүрдім. Кейін енемнің де мінезі шыға бастады.
Басында ажырасқансың деп бетіме басып жүрді. Ал қазір баламды қанағаттандырмайды екенсің деп маған шүйлігіп жүр. Күйеуімнің осы әрекеті ұнамайтын. Мамасының баласы не болғанын бәрін шешесіне жеткізіп отырады. Түнде бір айтқанын дұрыс орындамай қойсам, шешесіне барып жалып айтады. Мен бұған көнуді жөн көрдім. Бұл да бір сынақ қой деп, балалы болған соң бәрі реттеледі деп жүрдім. Алайда жарты жылдай уақыт өтті. Әлі де бала жоқ. Күйеуім екеуміз емделдік, бірақ түк шықпады. Бір жылдан аса уақыт өтті. Әлі де ешқандай бала жоқ. Бұған күйеуім мен енем шыдамады. Бар кінә сенен деп маған жекуді шығарды. Алла бермесе мен не істей аламын? Содан екі жақ келісіп ажырасуға бекіндік. Солай екінші рет қайтып келген қыз атанып үйіме келдім. Әкем жұмыс істеме, үйде отыр деген соң ешқайда шықпай, анама қолғабыс қылып, бауырларымның сабағына жәрдемдесіп, біраз уақыт үйде жүрдім. Интернет желісінен біраз ақпараттар ақтарып, сәби болмаудың себебі деп, қаншама түн көзім талып көріп шығатынмын. Алайда дым нәтиже жоқ. Неге бұлай болып жатқандығы жаныма қатты батты. Ешқашан сәбилі бола алмаймын ба деп, өзіме неше түрлі сұрақтар қойып, іштей өксік өртеп барады. Мүмкін жарқын болашақ күтіп тұрған болар. Мен ештеңеден үміт үзбеймін. Бәрі де жақсы болады деп, өз-өзімді жұбатумен келемін. Болмайтын нәрсе емес шығар. Әлі 25-ке толмадым. Мүмкін болып қалар. Сондай күндердің бірінде желідегі парақшама бір жігіт жазды. Сәлем деген ыстық сөзбен басталған хабарлама таңға дейін жалғасты. Көп сөйлесіп шықтық. Өзі Алматының жігіті екен. Мені Алматының ресторанынан байқап, парақшамды тауып алыпты. Онысына қатты риза болдым. Ол бар сырын айтып, мен де ішімдегінің бәрін айтып жеңілдеп қалдым. Мені бір рет қана сырттай көрсе де, ұнатып қалғандығын айтты. Бірақ оған қатты мән бермедім. Себебі енді тұрмысқа шығу деген мүлдем ойымда жоқ. Әңгіменің барысында балалы бола алмайтын да шығармын дедім. Ол не дер екен деп. Сол кездегі оның мен үшін қалай алаңдағанын айтып жеткізе алмаймын. Шыр-пыр болып, барлығы ана болуға лайықты деп мені жұбатып әлек. Біздің телефон арқылы сөйлесуіміз 6 айға ұласты. Ол өзіменен 2 жас қана үлкен. Үнемі жағдайымды біліп, хабарласып тұрды. Түнде телефонмен сөйлесіп жаттық. Ол күтпеген жерден маған тұрмысқа шықшы деді. Аузыма құм құйылғандай сасып қалдым. Екеуміз бір-біріміз үшін жаралғанбыз деп сезімдерін айтып, сонында келісімді бердім. Анам мен әкеме түсіндіріп айтып, осы некеде бақытты болатыныма сөз бердім. Одан ата-анамызды таныстырып, тәтті шай қылып, жігіттің өзімен де бірінші рет жолықтым. Өзі сымбатты жігіт. Үйге құда түсіп келіп, салт дәстүрмен маған сырға салып, үйіне алып кетті. Ата-енем өз-өздеріңмен болыңдар деп, қаладан 2 бөлмелі пәтер алып берді. Бөлек шығып, біраз уақыт өтті. Баланың жоқтығы жаныма батып жүр. Күйеуім анда-мұнда апарып емдетіп жатыр. Бірақ бұның соны немен аяқталарын білмеймін. Дәрігер үміт бар деді. Сол сөзді естіп, қатты қуанып қалдық. Менің бұрынғы қателіктерім үшін Құдай мені көп сынады. Бірақ барынша сынбауға тырыстым. Бәрінен бұрын жаныма демеу болып жүрген осындай адамның барына Аллаға шүкіршілік еттім. Алла қаласа бәрі жақсы болады.